Алта құрмет көрермендер, мінекей бізде қазір 1 желтоқсан, почти уже 2 желтоқсан достар, бізде сағат түнгі 12-ден асты. Білесіздер, 1 желтоқсан стоп қоям деген болдым. 00-де стопты қойдық, мен нөмірді ауыстырып тастадым, бірақ әлі жаңағы видеолардың описанияларын өшірген жоқ десек те, бірақ ана нөмір терген кезде ешқандай Каспий көрінбейді, сол себептен ешкімнің оплатасы бізге қабылданбайды. Мінекей мына жерде барлығын уже салып қойдық. Қазір біз 00:30-да тікелей эфирді бастаймыз да, бүгінгі біздің тікелей эфирде мына 5 орынның приздің жеңімпаздарын анықтайтын боламыз. Тікелей эфирге шығамыз, ал көлікті біз өзіміз айтқанда 2 желтоқсан күні, яғни ертең күндіз түскі сағат 14:00-де ойнатыламыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар достар? Так, бүгін бізде лотереяның бірінші күні, яғни айтқанда біз бүгін мынау 5 призді ойнатамыз. Мына барабанға бәрін салдық үміткерлерді. Я достар, алдыңғы жолы естеріңізде болса, біз семерка ойнатқан кезде барлығын бір күнде ойнатқан болатынбыз. Сөйтіп созылып кетті. Кейбір адамдар брат бош дегеннен кейін бөліп ойнатқанымыз келіп отыр. Қазір енді ақыры стоп қойғаннан кейін кейбір адамдар стоп қойғаннан кейін тікелей эфир бола ма, машина сол кезде ойнатыла ма деп ойлап отыр да. Сол кезде өткізген қалап жатқандар бар. Сол себептен қазір тікелей эфирге шығамыз. Бұл енді қазір халықтың көзінше тікелей эфирде өткізетін боламыз. Тікелей эфирге кіріп тамашалағандар бар шығар. Бұл видео по-любому кешігіп шығуы мүмкін. Достар, ол тікелей эфир еще Instagram парақшада сақталып қалады. Яғни айтқанда көре алмаған жандар Instagramға кірсеңіздер тұрады, сол жерден көре аласыздар толықтай. Сондай достар, тағы да бір айта кететін жайт бар. Менің алдыңғы осы TikTok аккаунтым банға кетіп қалды. 100 000 подписчик бар. Сол жақтан негізі кейбір адамдар, көп адамдар сол жақтан келген болатын. Ал енді маған қазір Каспийге 100 теңге жіберіп жатыр. Брат, қайда жоғалып кеттің, сен TikTok'ын таппай жатырмын деп жатыр да. Ондай адамдарға мен Instagram деп айтсам, Instagramға кірмейді, менің Instagram'ды білмейді. Сондай адамдар ертең алда уақытта мына видеоны көріп отқан болсаңыздар, достар, барлығы шынайы, барлығы әділ, ешқандай жоғалып кеткен жоқ. Просто аккаунт қолданып қойғаннан кейін новый аккаунт аштым, ал новый аккаунтты сіздер біле алмай жатсыздар. Ал ендеше бізде санаулы ғана сағаттар, секундтар, минуттар қалыпты достар. 00:24. Қазір 6 минуттан кейін тікелей эфирді бастаймыз. Бүгін біз приздарды ойнатамыз, приздардың жеңімпазын анықтаймыз. Ал көлікті ертең түскі сағат 2-де автосалонда халықтар шақырып қойдық. Мекен-жайды айттық, сол жерге кім келеді, халықтың көзінше ойнататын боламыз. Ал ендеше барша қатысқан жандарға сәттілік тілейміз. Біз тікелей эфирді қазір 5 минуттан кейін бастайтын боламыз. Ал ассалаумағалейкум достар, мінекей тікелей эфиріміз басталып кетті. Бізде сағат 00:39. Ал осы қазір біз мына тұрған приздарымыз, яғни 5 орынға 5 түрлі приз бердік. Осы приздардың жеңімпазын анықтайтын боламыз. Ал осы барша қатысқан жандарға сәттілік. Мына жерде бізде Instagram тікелей эфирі, TikTok тікелей эфирі, сондай-ақ бізде YouTube жүріп жатыр. Мұқият қараймыз, мұқият көздеріңізді мына барабанын алмаңыздар. Ертең маған деген лишний әңгіме қырт-сырт керек емес. Олай болса, 5-ші орынға достар бізде AirPods 3-ші серия. Алта құрмет көрермендер, Ақтау қаласына фендайсымыз кетті. Барлық приздарымыздың жеңімпаздарын анықтадық. Енді біз мына қалған адамдармен ертең түскі сағат 14:00-де дәл осы Instagram, дәл осы TikTok парақшаларымызда тікелей эфир өтетін болады. Егер де сіздер көре алмай қалған болсаңыздар, тікелей эфиріміз сақталады, сол жақтан көресіздер. Алта құрметті достар, мінекей бүгін бізде екінші күн. Бүгін мынау біздің серия Волктың программамыздың жеңімпазын анықтаймыз. Мінекей достарымыздың автосалонына келдік. Қазір мына жерге барабанды қоямыз и барабанды айналдыру арқылы жеңімпазды анықтайтын боламыз. Бүгін кешеге де уақыт созылып кетпейді. Және де бүгін көлікті анықтау үшін мен полный шешінетін боламын. Барлығы әділ, шынайы болу үшін, халықтың маған ешқандай претензиясы болмау үшін. Ал ойыңызда қолымыз таза, аксессуар жоқ, футболка, жеңінен салып жүреді деген нәрсе көрінбейтін шығар бұл жерден, иә. Барлығы мінекей ашық-шашық
ешқандай претензия күмәндарыңыз болмасын. Алла болса халықтың көзінше барлығын шынайы өткізетін боламыз. Бастаймыз ба? Адресті айттық, келген адамдар келді, келмегендер өздерінен көрсін. Есесіне тікелей эфирден көре аласыздар. Сондай қан жақта бізде YouTube жүріп жатыр. Болмаса толық версиясын YouTube-тан тамашаласаңыздар болады. Кеше естеріңізде болса біз сыйлықтың бәрін анықтап қойдық. Сол жерге комментарий кейбір адамдар жазып кетті. А чё неге жазбайсың ба деген сияқты жаңағы комментариясына кім жеңгенін инстаграмдан қалдырып кетейін деп. Достар, бұл бізде инстаграм арқылы бүйтіп аккаунтпен ойнатылған емес, бұл бізде Каспи арқылы ойнатып жатыр. Сол себептен мен ешқайсының аккаунтын білмеймін. Кімге бұйырса да мұқтаж жанға бұйырсын. Десек те біздің 3 жылдық проект от души жасалынған. Біреулер сияқты қалай болса солай 1-2 айда емес. Бүгін негізі достар бізде суббота. Әдейі біз демалыс күніне турладық. Түскі сағат 2 адамдар ұйқысынан тұрып, қардан тойдырып келуге ыңғайлы уақыт таңдаған болатынбыз. Кешекте кім келе алды, келді, келе алмайтындар өздеріңіз білесіздер. Өткен жол естеріңізде болса біз семеркада адамдарды шақырып, адамдарды таңдатқан болатынбыз. Бұл жол ондай болмайды, өйткені сол жерде маған кейбір адамдар айтқан болатын. Брат, машинаны біреулер ойнатып жатқан жоқ, өзің ойнатып жатсың, өзің таңдат. Қайдан білейік, ол біреулер өздерінің қағаздарын салып жіберіп жатыр ма, өзінің қағазын алып шығып жатыр ма деген сияқты неше түрлі пікірлер бар. Бүгін көздеріңізше от души қазір секундомер арқылы біз 1 минут айналдыратын боламыз и қарамаймыз. Кезген адам таңдаймыз, соның ішінен жеңімпаздың атын көретін боламыз. Олайша құрмет көрермендер, мұқият көреміз, жақсылап тамашалаймыз. Артық сұрақтар болып жүрмес үшін мен қазір сіздерге кезгеге қазір бір 2-3 адамның атын алып шығайын. Кешеде солай істедік. Так, любой біреуін алып шықтық. Қараңыздар, жақындап қараңыздар. Тоқтар А деген бауырымыз. Келесі Жандос де. Достарына пополнение 1000 теңгеде баға көрініп тұрған. Бұл бізде Каспийден шығарылған билеттер. Ал өзі тағы да бір адамды алып шығып көрсетейін. Сонымен уже бисмилля деп араластырып бастай берсек болады. Және де тағы да біреуін көрейік. Бұның ішінде әртүрлі адамдар бар екен көрсету үшін мақсатында. Ерсұлтан Ж дейді. Пополнение 1000 теңге. Бұл бізде Каспий выписка арқылы шығарылған билет. 17-сіне жерген деген ақшасын. Так, олай болса, көрдіңіздер, бір емес 4 адамды алып шықтық. Біз анықтадық, көрдік, әртүрлі адам бар екен. Олай болса, мұқият қараймыз. Мен қазір көздеріңізше секундомер ашамын. Бұл жолы өткендегідей 10-ға дейін, 20-ға дейін санау деген жоқ. Құрметті достар, 1 минут от души араластырамын. Мына жерде стап тұратын бір адам болса, секундомер стап тұр, мен қазір жақсылап айналдыратын боламын. Кетті, уақыт кетті. Жақсылап 1 минут кеттік. Кеттік. Мұқият қараңыздар достар, жақсылап барлығы араласып отыр. Енді уақыт болды. Ал, олай болса, ашамыз. Мұқият қараймыз. Қол таза, жең, тырнақ, обручалка, там аксессуар, дым жоқ. Қол таза, алай болса, бисмилля деп. Кетті. Ал, мен қарамайын, бірінші өздеріңіз қараңыздар. Кім? Көрінді ма? Ғалымжан. Көрінді ма? Көрінді ма? Қазір заңдайық, мына егер телефон алмаса, келесі адам өтеміз. Wi-Fi қосып берші. Wi-Fi сразу WhatsApp-пен звондайық. Мына жерде достар бізде паркингте орналасқандықтан бұл жерде қазір сет ұстамайды. Бірден WhatsApp-пен звондай берейік. Егер де WhatsApp-қа бізде гудок бармайтын болса, WhatsApp-та егер де оның интернеті қосылмаған болса, бізге гудок бармайды, білесіздер. Ғалымжан деп сақтап қоямыз. Бірден видеомен звондайық, жігіттер. Так, міне қараңыздар. Нөмір 8702 777 50, міне. Нөмір көріп тұрсыздар ма? Дәл сол нөмір. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Дауыс қаяқтан мынау? Алло. Алло. Ассалаумағалейкум, Ғалымжан бекен? Ғалымжан аға, құтты болсын. Макбук жеңіп алдыңыз. Құтты болсын тағы. Қай жақтан боласыз Ғалымжан аға? Қарағандыдан. Астанаға келе аласыз ба? Кешкісін. Болды онда, бүгін алып келсеңізші, бірақ бүгін субота бізде. Ертең бастайды. Понедельник сізге мына көлікті аударып берейік. Понедельник келсеңізші лучше сіз, Болды, қазір сізге басқа нөмірден звондаса ешкімді аман, чисто менікі. Қазір сізге неше түрлі адамдар машинкаға звондауы мүмкін. Мына көлікті жеңіп алшы, маған ақша жібер, үйтем деп неше түрлі адам звондаса, ешкімге сенбеңіз, ешкім телефон нөмірін алмаңыз. Хорошо? Все.
Все, ағамнан машина сіздікі құтты болсын тағы да. Болды, хабардан ешкім нөмірін алмаңыз. Чисто менің нөміріммен сізге қазір ойын біткен екен, түсіндіретін боламын. Қалай, не почем, понедельникпен келіп, артыңызға аударып беретін боламыз. Бүгін суббота, ертең жексенбі выходной күндер соны істемейді. Ертең, понедельникпен келген кезде жақсылап өзіміз күтіп, сіздерге көрсететін боламыз. Ал осы достар, жақсылап көріп алыңыздар. Мына кісі Ғалымжан аға жеңіп алды, достар, қараңыздар. Ғалымжан аға ертең емес, арғы күн емес, понедельник күні алдыратын боламыз. Қарағанды қаласы екен, мына тұрған жер 200 сағаттық жол. Билетіміз мінекей, все, Ғалымжан аға хабардамыз. Мен сізге қазір біраз хабарласып түсіндіремін. Мінекей, кішкене қобалжып тұрмын өзімде. Қолдарым дірілдеп бар. Қарағанды. Ал осы құрметті көрермендер, бір ғана бақ, бір ғана сәт, бір қанша билет екенін сұрамаппыз. Ертең алдағы уақытта көрсететін боламыз. Құрметті достар, кішкене қобалжу бар. Бұл жолы, өткен жол семеркамыз Алматы қаласына кеткен болса, Приор автокөлігіміз, сервис влогымыз, 3 жылдық еңбегіміз Қарағанды қаласына бұйырыпты. Қаншама адам, қаншама еңбек, қаншама тер. Қатысқан жандардың баршаға рахмет. Үміт артып сенім артқандарыңызға, мінекей халықтың көзінше бір көрсетіп шығыңыздар. Барлығы мінекей қаншама куәгеріміз бар, қаншама халқымыз бар, тамашалап отқан баршаға рахмет. Олай болса, кімде-кім көре алмай қалған жағдайда, болмаса тікелей эфирге кіре алмай қалған болсаңыздар, толыққанды алдағы уақытта YouTube-тан, не болмаса Instagram-нан, тіпті болмай жатса TikTok-тан біздің тікелей эфирді сақтап қоямыз, сол жерден тамашаласаңыздар болады. Баршаға рахмет, баршаға сенім білдіргеніңізге көп-көп рахмет. Сыйлықтардың барлығын біз кеше анықтап қойдық. Бүгін мінекей халықтың көзінше көліктің жеңімпазын таптық. Алда құрметті достар, бүгін бізде мінекей ден X жеңімпазымыз келіп жатыр. Бүгін бізде достар понедельник, дүйсенбі, бүгін рабочий күн, сонда жұмыс істейді. Ал біз көлігіміз достар суббота күні ойнаттық, жексенбі күн бір күн өткіздік. Мінекей бүгін біз понедельник. Олай болса, біздің жеңімпазымыз келіп жатыр екен, индрайвер таксимен. Мінекей соның алдында шақырдық, сразу өші деген атын аударамыз. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз, бірден жағдай жақсы ма? Аман есен, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Құтты болсын. Мынау ғой машинаңыз. Ал ғалым оған бұл ақшыны қалай бұл негізі? Камера сөйлей алмайсыз қой дейм, Камераға қатты сөйлемеймін. Сөйлем жоқ. Қарапайым екеніңіз көрініп тұр. Смело. Не жейсіз, не ішейін дейсіз? Отдышып отырып, қазір пока нөмір заказ беріп қоямын деген күтеміз ғой. Өсектесеміз, әңгіме айтамыз. Жалпы достар, мінекей жанам десең, бағың жанам десе, бір сәт, мінекей 5 теңгемен 8 билет алған, 8 билеттен осындай көлік түсіп тұр екен. Былайша айтқан кезде айтады ғой, бағың жанса жеңдің, бағың жанбаса осындай бір кереметтей ағамыздың отбасын қуантып отырмыз дегендей ғой. Бір-екі ауыз сөз берейік өзіңізге. Әр қазағыма жұғысты болсын осындай көліктер. Ойындар бола берсін, көліктер жұғысты бола берсін. Әр отбасыға қуаныш осындай бұйыра берсін. Бәрекелді, көкемше таңдай тойларда тосөле керем қой. Енді көлікті Құдай ала бұйырса, аман есен қазір нөмір тағып апарамыз балашаға. Сағымды не қылып тұр енді. Күтіп тұр машинаны. Көлікті көреге мінейік. Болды, қазір нөміріңе шықсын, 09 деген үйген тағып береміз. Абдуши тамамыздан келем дегенше біз енді қазіргі заманда рахат қой, барлығын Каспий арқылы оформлять істей саламыз. Сразу госуслуги кіреміз и переоформлен автомобиль деп көлікті қазір атына аударып беретін боламыз. Ал достар, ол өсім мінекей жаңа нөмірімізді алдық. Біздің жаңа нөміріміз кән көрсетшерік бар 183 А-10 09. Ал кән жаңа тек паспорт. Ал жақсы мадиадың рахмет ойын әлді жұмыс болсын бәріне. Бұл ең басты халық сенсел бия құрмет көрмеді. Мінекей әділі ойының арқасында ғалым ағамызға бұйырыпты. Ал олай болса жақсы етіңіздер, жолдар болсын. Давайте. Прямой Қарағанды. Такси шақыр досым. Алта құрмет көрермендер, мінекей көлікті ойнатқаннан тура бізде қазір 3 күн өтті. Неге мен өткендегі жүгіле сияқты барлығын от үйді толық қана түсірген жоқпын. Бір сөзбен айтқанда, мен осы оған айтып келдім ғой, ертең осы сериялық ұзатылып кететін кезде менің жылауым мүмкін деген сияқты. Соның өзінде аздап кішкене сол кезде алып кетіп бара жатқанда көзден ерекше жастар кеткен. Содан кейін 2-3 күн маза болған жоқ, видео түсіретін шама болған жоқ. Мойындаймын, конкретно еркекпіз ғой. Жыладым. Бірақ сол жылағанымды ешкімге көрсеткім келген жоқ. Сол себептен видеоға түсірген жоқпын. Мінекей қазір қарап отырсам, 3 күнде уақыт өтіпті.
уже адам Қарағандыға жетіп қалған, үйіне аман есен бәрі жақсы, көлікті айдап жүр екен. Бірақ не үшін жыладың дейтін хейттер бар шығар мына жерде. Оңай емес. Егер де түсінемін, мен 3 жыл оны әшейін тек қана бүйтіп мал сияқты теуіп жүре берсем, қиналмай бере салатын. Мен оған от души алғашқы махаббатым болған екен, от души жүрегінің жартысын салып, не бар бәрін салып, музыка десең музыка, пневма, қымбаттық диск. В общем айтқанда, әбден бауыр басып қалады екенсің. Тем более алғашқы махаббатың, алғашқы көлігің болған екен, любой адамның даже ақша салмаса да жүрегінде қалады, жүрегінің төрінен орын алады. Сол себептен түсінесіздер деген ойдамыз. Мінекей осылай да аман есен ұзаттық, көлік өз егесін тапты. Не дейміз, ең басы көңіл күй түсірмейік. Бұндай керемет проекттер алдағы уақытта түсіретін боламыз. Ең бастысы осы уақытқа мені қолдап келген оқырмандарым болатын болса, тағы да қолдауларыңызды тоқтатпаңыздар. Алдағы уақытта өте керемет көліктерді пландап отырмыз. Алдағы уақытта барлығын тамашалайтын боласыздар. Олардың бірі мен әрине айтып қойдым, Нива. Ниваның да алатын түрлі жолдары бар екен. Алдағы уақытта оны көрсететін боламын. Тағы не айтамыз, құрметті көрермендер? Барлығы шынайы өтті, барлығы әділ. Осы уақытқа мінекей мен қол астында жинаған 2 проект көлігімде халықтың қалауымен, Алланың қалауымен халыққа аман есен табыстап ұзаттық. Алдында съемамыз кетті, енді мінекей серия блогымызда ойнатылып кетті. Енді алдағы уақытта негізі достар, осы уақытқа айтып келген болатынмын, проект қалған көліктерді мен негізі ойнатпаймын деген сияқты. Бірақ ойнатуымның басты себебі, білесіздер, жақында отау құрдық, той болды, анау бар, мынау бар, яғни айтқанда уже отбасының жадыда үлкен шығын жүріп жатыр. Сол себептен соның орнын басу үшін бір жағынан бір орында тұрып қалмау үшін, әрмен қарап алды қарап жылжу үшін, тек приорамен қалып қоймай, басқа да көліктерді секіру үшін, басқа көліктер жасау үшін деген мақсатпен ойнатқан болатынбыз. Және де ойнатуының ең басты плюсы ол әрине достар, мысалға мен ол көлікті 1,5 миллион алдында 5,5 миллион деп вложение тастадым. Оның бағасы қарайтын болсаңыздар 7 миллион. Мен оны 7 миллион продажаға шығарсам ешкім алмайды. Ал ойнатсам мен сол өз ақшасын ақтап аламын. Құдайға шүкір, қатты артық пайда да көрген жоқпыз, қатты минусқа кеткен де жоқпыз, өз ақшасын ақтады, барлығы әдемі. Енді сол ақшаға өзінің шығындарını жауып, жұмыстарını әрмен қарап жалғастыратын боламыз. Ал канал осыны тоқтап қалған жоқ. Блогерлікті жалғастырамыз, осы канал әрмен қарап жалғасады, бірақ аты ауыспайды, аты осы қалпында қала береді. Ал ендеше әрмен қарап проекттер жалғастыратын бізде келесі көліктер бар, Нивамыз бар. Ең бастысы осы уақытқа дейін менде проектте болмаған көліктерді мен алғым келіп жатыр. Бізде проектте осы уақытқа дейін 99 болды, Приора, Жигули болды, Семерка. Осы 3 көліктен басқа көліктерді біз енді проектке алатын боламыз. Ал ендеше көп сөйлеп көпіртпейік. Жалпы бүгінгі видеомыз осындай. Мінекей аман есен шығарып салдық. Сіздерге ұнаған болса лайктарыңызды аямай басыңыздар, ардынан жазыңыздар, комментарий керемет пікір қалдырып кетіңіздер. Ал біз қоштаспаймыз. Жай ғана келесі бөлімде де аман саулықта жолыққанша дейміз.